Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге күбі пісу арқылы сармай алуды көрсетемін. Бізде алдын ала үйіп тұрған айран, бір шелек айранды күбімізге құямыз. Үстінен бір шелек су құямыз. Видеода су құйғаны түсірілмей қалған екен. Міндетті түрде құйыңыздар суды. Одан кейін күбімізді пісуді бастаймыз. Осылай жай-жай басып отырып күбімізді пісеміз. Ауылда өскен адамдар біледі күбіні қалай пісу керектігін. Осылай жиі-жиі пісіп тұрамыз. Біраз уақыт кетеді. Бірақ тездетіп жасайтын болсақ, тезірек бітіретін боламыз. Күбіні пісіп жатырмын. Осындай бетіне сармай пайда бола бастады. Енді кішкене тағы пісіп жіберсем, біздің толықтай майымыз дайын болады. Мінекей күбіні тағы пісіп жатырмын. Сармай бетіне шығып, қалқып дайын болып қалды. Көбінесе оңтүстікте осындай әдіспен алады екен сармайды күбі пісу арқылы. Орталық Қазақстанда сүт машинасын қолданып, кілегейді сүт машинасында тарту арқылы алады. Сарымайды осылай күбі пісу арқылы алу әдісі маған қатты ұнады. Себебі бұны бірінші бетінде қалқыған майын сүзіп алады. Сосын оны бірнеше рет суық сумен жуып, тұздап, қатырып қолдана берсе болады. Осыдан қалғаны майды алып алғаннан кейінгі сұйық айран деп атайды. Бұның дәмі енді қымыздың дәмінен аумайды, керемет. Маған ұнады. Салқындатып, тоңазытқышқа қойып, күн ыстықта ішсе керемет енді. Немесе бұны ішуге болады, немесе пешке қайнатып, бір қайнатады да сүзіп құрт жасайды. Міне қазан ошаққа от жағамызда астына жаңағы сұйық айранымызды құйдық. Міне қайнатқан кезде осылай ірейді. Сол іріген іртіктерімізді қалтаға сүзіп, суы сорғығанша қалтаға сүзіп бір күнге қойып қоямыз. Екінші күні жаңағы әбден суы сорғығаннан кейін құрт жасауға болады. Міне екінші күні қалтамызда сорғып дайын болған сүзбемізден құрт жасап жатырмыз.